Сәлеметсіздер ме балалар? Каналыма қош келдіңдер. Каналға тіркеліп, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз ішімдіктің, шылым шегудің және басқа да есірткі заттардың жүйке жүйесіне әсерінің зардаптары. Бүгінгі сабақта, яғни есірткінің, ішімдік заттардың зияны туралы біз білетін боламыз. Шылым шегумен және спиртті сусындарды ішумен, яғни күресуді үйренеміз. Шылым шегу бұл біздің организмімізге өте көп зиян келтіреді, оны сіздер білесіздер, иә. Осы шылымның құрамындағы ең басты зиянды ол бізде никотин қышқылы, иә. Мына жердегі суреттерге қарап отырыңыздар. Шылымның құрамындағы болатын қандай зиянды заттар бар екенін таныса отырыңыздар. Яғни ең біріншісі ол никотин. Никотин ол адамның ағзасындағы қан тамырларын, яғни тарылтатын және қан қысымын арттыратын, гипертония дейміз, қан қысымын арттыруды өте күшті у болып табылады. Ол жүрек қан тамырлары ауруларына, созылмалы бронхитке, өкпе обырының дамуына әсер етеді, зат алмасудың, ас қорытудың бұзылуына апарып соғады. Бұл жай ғана басты ең дегендер, бірақ бұдан да өте көп зиянын сіздер білесіздер. Никотин ол миға зиянды әсер етеді, ол жады мен зейінді нашарлатады, яғни бір сөзбен айтқанда есте сақтауымыз деп айтсақ болады. Және жасына жетпей адамдардың қартаюына себепші болады. Өзі темекі тартатын адамдардың түрлері күңгірттеніп, яғни тұрады екен. Шылым шегу бұл әсіресе жас кезде өте қауіпті болады. Ол жаман әдет болып табылады. Бұл әдеттен барлықтарыңызды аулақ болуға шақырамын. Одан кейін бізде спиртті ішімдіктер. Екінші, иә, бұл да жүйке жүйесіне қатты әсер ететін бір нелердің бірі болып табылады, жаман әдеттердің бірі болып табылады. Спиртті сусын ішу ол адамның денсаулығына зиянды және біздің бүкіл қоғамға өте қауіпті екенін сіздер оны білесіздер. Спирттік сусындарға ол мидың жүйке жасушаларына өте сезімтал болып келеді. Осы жасушалардың қоректендіретін қан құрамындағы ішімдіктің аздаған ғана мөлшері алдымен оларды наркоз күйіне келтіреді және сосын барып улайды. Ал созылмалы маскүнемдік кезінде кейбір мидың жасушалары тіршілігін мүлдем жойып жібереді екен. Соның салдарынан адамдарда мидың жұмысы бұзылады, жаңағыдай жады дейміз, зейіні, иә, ойлауы, есте сақтау қабілетінің барлығы нашарлай береді. Спиртті ішімдік бұл біздің денеміздегі мүшелерімізге зиян етеді. Оны сіздер білесіздер. Басты мүшесі ол негізі бауыр, иә, бірақ бауырдан да басқа ол асқазанға, өңештің қабықтарын зақымдайды екен, бауырдың жасушаларын бұзады, жүректі май басуға дейін әкелтеді екен. Және біздің ағзамыздағы гемоглобинді білесіздер ғой, иә? Осы гемоглобиннің мөлшерін өте қатты төмендетеді екен. Эритроцит жасушаларын бұзады. Эритроцит жасушалар ол бізде оттегін тасымалдайтын, иә? Осының қызметін бұзады екен. Және біздің ағзадағы дәрумендердің азаюына әкеп соқтырады. Міне қараңыздар, қандай зардаптары бар екен. Және де осы ағзамыздың қорғанышқа бейімделу әрекеттерде тұрақталмаған жас адамның ішімдікті ішуі кейде қайғылы жағдаймен де әкелуі мүмкін. Өйткені әр адамның ағзасы әртүрлі қабылдайды, иә, бұны. Жас адам организмі өте сезімтал болғандықтан спиртті ішімдікті аз мөлшерде ішкеннің өзінде ол ағзаның физиологиялық қызметі бұзылады. Спиртті ішімдікке біртіндеп құмарлықтың артуы ол маскүнемдіктің басталуының бірінші белгісі. Мұндай ауру адам, яғни нарколог дәрігердің бақылауымен емделеді. Яғни арақты, яғни ішімдікті көп ішетін адамдар. Естеріңізге сақтағандар, нарколог дәрігер емдейді. Емделудің ертерек басталған кезеңінде дәрігердің көмегі әлде қайда тиімді болып табылады. Ал енді қатты, яғни маскүнемдікке салынған адамдарды емдеу ол өте қиын. Одан басқа біз осы ішімдіктен басқа есірткі туралы айтсақ болады. Есірткілік заттарды пайдалануды біз нашақорлық дейміз. Сіздерге бұл тестта үнемі кездеседі. Нашақорлықты да емдеу өте қиын болып табылады, балалар. Кейбір жасөспірімдер осы жаңағы нашақорлыққа салынады, оны басында білмейді, қызық үшін біреуге еліктеп пайдаланады. Одан кейін ол жаңағы адамны пайдаланған кезде көңіл күйін көтеріп, байқамай, себепсіз адамдар күлегеш болады. Біраз уақыттан кейін ол керісінше адам жаңа көңілсіз жағдайға, ашулануға бет алды, осындайға ұшырайды екен. Бастапқыда көңіл күйді сезінуге ұмтылу жігерсіз жасөспірімді есірткіні кез келген жолмен табуға итермелейді.
яғни қолында барын жаңағы кей жағдайда иә жаңағы алтындарын дейміз үйін де сатып жіберетін жағдайлар көптеп естіген шығарсыздар, көрген шығарсыздар. Осындай жағдайға дейін адамдарды әкеледі екен. Адам жаңағы біртіндеп нашақорға айналады, мінезі қатты ашуланшақ болып кетеді, жалпы жұмыста және отбасында адамдармен келіспейді, иә, беделі түседі деп айтсақ болады, ақыл-ой, жаңағы ойлауының қабілеті төмендей бастайды екен. Осы маскүнемдікпен, шылым шегумен, нашақорлықпен күрес бұл біздің қоғамдағы жаңағы әрбір адамның міндеті болып табылады. Бұл міндет адамның денсаулығын сақтауға, өсіп келе жатқан болашақ ұрпақтың толыққанды дамуына бағытталған. Осы созылмалы маскүнемдік адамның адамгершілік қасиетін жойып жібереді, иә. Сондықтан болашақ балалардың денсаулығына бұл аса басты әсер етеді. Осындай жаңағы түрлі адам ағзасына пайдасыз заттарды пайдаланғаннан дүниеге жаңағы ауру балалар дейміз, денесінде ақауы бар, кемістігі бар және психикасы бұзылған балалар қазіргі кезде көптеп жатыр. Сондықтан бұл жаңағы ішімдік болсын, маскүнемдік болсын, нашақорлық немесе тағы да басқа адам ағзасына зиянды заттардан аулақ болуларыңыз сіздер қажет. Бүгінгі сабағымды мен мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді. Осыдан жақсы ой түйсеңіздер деймін. Өмірің болсын десең сенің сәнді, ойланып айналаңа қара мәнді. Адам бол, білімі тасқын, өнері асқан, өзіне сүйсіндірер басқа жанды. Салауатты мақсатың өмір сүру, өмірдің мағынасын керек білу. Ішімдік, нашақорлық сенің жауың, пайдасы сол бұл жолдан аулақ жүру. Осы өлең жолдарынан өздеріңізге жақсы ой түйсеңіздер деймін. Бүгінгі сабағым түсінікті болса, өздеріңіздің ойларыңызды комментарийға жаза кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.